жақсы қасиеттер. Одан кейін Алла Тағала енді біз адамдарға жақсылық үйретіп жатқаннан кейін, жақсылыққа шақырып жатқаннан кейін көп еңбектену деген нәрсе болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күндіз түні еңбектеніп жатыр. Мысалы, сізді біреу қайта-қайта жұмсай берсе, жауапты адамыңыз, не пайда болуы мүмкін? Неге мені жұмсай береді қайта-қайта? А негізі неге қайта-қайта сізді жұмсап жатыр? Негізі ар жағында кім жұмсап жатыр? Алла ғой. Ана тәрбиешіңіздің, жауапты адамыңыздың аузына тек сізді түсіре береді қайта-қайта. Олай болса, сіз қайта-қайта түсе берсеңіз, сізді тәрбиелеп отыр Алла Тағала. Керек көп тұрса ғой. Егер сізді іздесе Алла Тағала қайта-қайта, онда сізге жақсылық қалып отыр ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан осындай жағдайда неге мені жұмсай береді, неге қайта-қайта мені жұмсай, бәрін мен істей беремін ба деген сөздер болуы мүмкін. Сол нәрсені Алла Тағала шешіп тастағысы келді. Уәлә тәмнун тәстәксир деді ғой. Уа пайғамбар, қандай нәрсе істесең де, маған да, адамдарға да міндетсінбе деді. Сен міндетсінетін ешқандай орын жоқ дейді бұл жерде. Егер сіз біреуге жақсылық жасасаңыз, сол жақсылықты жасауыңызға кім мүмкіндік туғызды? Алла. Енді сіз міндетсінетін, сол жерде өзіңіздің орныңызды көрсететін жол бар ма? Жоқ. Альхамдулилля, Алла Тағала сізге мүмкіндік берді біреуге жақсылық жасауға. Сіз теген сол жерде қай нәрсені уайымдау керексіз? Раббым қабыл ала көр. Өткізіп жіберу керек болып тұр ғой. Қабыл ала көр, Раббым. Қабыл заяға кетіп қалмасын. Қабыл ала көр, сосын мені кешіре көр, сосын осындай амалдар тағы нәсіп ете көр. Сондықтан міндетсіну деген нәрсе, мысалы Бақара сүресінде қараңыздар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Мәсәлуллазина юнфиқуна амуалахум фи сабилилlah. Әлгі Алланың жолында, яғни Алла Тағаланың разылығын іздеген мақсатта өзінің мал дүниелерін жұмсап жүргендер. Соларға қанша сауап жазылады дейді? Кәмәсәли хаббатин әмбәтәт сабға санабила. Сонда олардың жаңағы 7 масағы бар. Өзіңіз ойлаңыз, жаңағы сабақ. Әрбір сабақ фи кулли сумбулатин миату хабба. Әрбір сабақта 100 дән өскен. Негізі оның жұмсағаны тек бірақ дән еді. Мен оны 700-ге дейін өсіремін дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Сосын ескертеді бізге.